Армысыздар, құрметті тыңдармандар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода аяқ-қолы үнемі ісіп жүретін, көз айналасы таңертең тұрғанда ісіп тұратын және бүйрегі ауыратын жандар үшін өте пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Қан қысымы жоғары және қан қысымы үнемі төмен жүретін жандар үшін де өте пайдалы ақпарат болмақ. Видеоны толығымен қараңыздар. Лайк басыңыздар, подписация кнопкасын басып, тіркеліп кетіңіздер. Мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Бүйрек қызметінің бұзылуының бірнеше себептері бар. Ең көп тараған себептері диабет және қан қысымының жоғары болуы. Диабеттің екі түрі болады. Бірінші түрі және екінші түрі. Диабеттің бірінші түрі болған жағдайда ағзада қан құрамындағы қант мөлшерін реттейтін инсулин жеткіліксіз түрде бөлінеді. Диабеттің екінші түрі болған жағдайда бөлінетін инсулин тиімсіз түрде пайдаланылады. Егер диабет тиісті түрде бақыланбайтын болса, қан құрамындағы қант жинала бастайды. Қан құрамындағы қанттың мөлшері өте жоғары бола бастағанда бүйрек зақымданады. Оның ағзадан тіршілік ету өнімдері мен сұйықтықты шығару қабілеті төмендейді. Қант неғұрлым ағзада көбейген сайын сұйықтықты шығару қабілеті төмендеп кетеді. Жоғары қан қысымы, гипертония, қан жүректің тамырларын қабырғаларындағы қанның қысымы жоғарылаған кезде күре тамырлардағы қан қысымы артады. Сонымен қатар бүйректің ұсақ қан тамырларының зақымдануы мүмкін. Бұл сүзгілену үрдісінің қалыпты орындалуына кедергі болады. Көп жағдайларда күре тамырларға қан қысымының жоғары болуының себебі белгісіз. Дегенмен де көптеген жағдайларда бұл науқастың жалпы денсаулық жағдайы, ұстанған өмір салты мен тамақтануына байланысты болады. Бүйрек ауруының көп тараған басқа бір түрі бүйректің сүзгі қызметін атқаратын жасушалардың қабынуы. Зәрдің шығуының нашарлауы, зәрдің қанның және ақуыздың болуы, қабақтың күмпеюі, яғни қабақтың ісінуі, қол мен аяқтардың ісінуі мүмкін. Ағзада сұйықтық кідіріп қалғанда болатын жайсыздық, соның кесірінен аяқ-қолдың, көздің айналасы ісініп шыға келеді. Ісіктің өзі сіздің шынымен де бір аурудың бар екенін анықтап бере алмайды. Тұзды тамақ жеу, бір орында ұзақ отыру мен кейбір дәрі-дәрмектердің адам денсаулығына ісініп толынуына алып келеді. Әйелдерде ішке қабылдау су етеккір немесе аяғы ауыр кезінде ағзада ұзақ сақталуы мүмкін. Ал ісіктің беті қайтпай жиі белгі беретіні бүйректегі проблемаға сілтейді. Ағзадағы тұзды реттеп отыратын калий. Ағзадағы натрий, яғни тұздың ағзада бір қалыпта сақтап тұруын қадағалайтын калий болып табылады. Калий адам ағзасындағы көптеген қасиеттер мен қызметтерді атқарады. Соның арқасында бұлшық еттердің қалыпты жұмыс істеуіндегі жүйке импульстерінің берілуі орын алады. Сонымен қатар қан тамырларының тұтастығын қамтамасыз етеді. Ендеше калийдің қандай қызмет атқаратыны және оның жетістігінің салдарынан қандай болатыны туралы айтатын боламыз. Калий жақсы зерттелген микроэлементтердің қатарына жатады. Себебі ол ежелгі заманнан бері белгілі элемент. Бұл зат өте күшті. Калийдің атқаратын қызметі жүрек бұлшық етінің жұмысқа қабілеттігін ұстап тұру үшін, метаболизм ауытқуы кезінде миокардты қоректендіру үшін, артық сұйықтықтарды денеден шығару үшін, қышқылдық сілтілік тепе-теңдікті ұстап тұру үшін, су мен тұздың зат алмасуын реттеу үшін, қан тамырлардың жасушаларындағы натрий тұзын шығару үшін. Калий микроэлемент ретінде де роль атқарады. Ол қан тамырлық және артериялық қысымды ұстап тұрады. Сондай-ақ жүрек бұлшық етіне жүйке импульсінің келуін қамтамасыз етеді. Натрий бізде көбінде тұздарда кездеседі, артық тұздарды денеден шығарып тастау үшін. Денедегі натрийдің көптеп артық болуы ол қан қысымын көтеруге алып келеді. Сондықтан да ағзадан натрийді шығару үшін
калийдің көмегі қажет болады. Қан қысымын төмендететін дәрілер тұздың құрамын жойып жіберетін қабілетке ие. Яғни натрийді ағзадан жойып жібереді. Натрий ағзада болуы керек, бірақ ол өз деңгейінде болу қажет. Яғни натрий біздің ағзадағы судың қалпын ұстап тұрады. Су ішкен кезде бір қалыпта ағзада тұрмай, оны зәрмен бірге үнемі шығарып отыратын болсақ, қанымыз қоюланып, қан қысымымыз көтеріліп кетеді. Натрий тұздың көбейіп кетпеу үшін калий қажет болады. Калий мен натрий біздің ағзамызда бірдей деңгейде болса, біздің ағзамызда су деңгейі тұрақтанып, калий осы тұздардың көбейіп кетпеуіне жол бермейді. Сондықтан да осы екі микроэлемент те біздің ағзамызға өте қажет. Енді натрий мен калийдің бір-бірімен тығыз байланыстығы мен екі элементтің ара қатынасы дұрыс болмаса, бүйректе тастардың пайда болу қаупі артады. Калий кальцийдің сіңуін жақсартады және сүйек минералды тығыздығына әсер етеді. Калийдің артық болуы кальций тапшылығына келуі мүмкін. Жасушалардағы калий алмасуын жақсарту үшін магний қажет. Магний, кальций және калийдің дұрыс қатынасы инсульт қаупін азайтады. Адамның жүйке жүйесі мен жүректің денсаулығы дененің бұлшық ет күші калийдің жеткілікті мөлшеріне байланысты. Калийдің ең маңызды қызметі калий-натрий сорғысы, яғни калий біздің ағзамыздағы су мен тұздың дұрыс алмасуы үшін өте пайдалы. Жүйкелерден бұлшық еттерге және ойлану импульстерінде беру процесін қатысады. Асқазан сөлінің концентрациясын реттейді, қандағы көмір қышқыл газдарының деңгейін төмендетеді. Калий тұздары өсімдіктердің көпшілігінде кездеседі және бактериялардың көбеюіне жол бермейді. Калийдің табиғи ең жақсы көздері цитрустық жемістерде банан, барлық көк жапырақтылар, көкөністер, қызанақ, жалбыз жапырақтары, картоп, асқабақ тұқымдарында, сығыр тұқымында, күнбағыс тұқымында, бадамда болады. Көбінесе калий негізінен қырыққабатта, бұршақ дақылдарында, шөптерде, сәбізде, картопта, кептірілген жемістерде, мүйіз, өрік, қара өріктерде болады. Алдыңғы видеоларымның бірінде бүйрек ауруы туралы маңызды ақпараттар берілген. Бүйрегіңіз ауырып жүрсе, қажет болса, осы видеоның астына сілтеме қалдырамын, қарап, көріп алсаңыздар, тыңдасаңыздар болады. Жиі зәр шығару. Бұл жайсыздыққа несеп шығару жолдарындағы кез келген ауру себепкер болуы ықтимал. Ал дәл бүйрекке қатысты айтар болсақ, инфекция, тастың пайда болуы немесе ағзадағы сұйықтықтың тепе-теңдігін сақтамайтын функциялардың бұзылысы адамдарды әуре-сарсаңға салады. Қант мәңгілікке бас тартатын өнімдердің бірі, өйткені оның адамға зияны өте көп. Ең алдымен қант сіздің иммунитетіңізді әлсіретеді. Екіншіден, бактериялық жұқпаларға қарсы күресуді төмендетеді. Үшіншіден, бүйрек ауруына шалдықтырады. Төртіншіден, ағзадағы хром микроэлементі жетіспейтін болады. Бесіншіден, сүт безі қуық-алды безінің қатерлі ісігіне әкеліп соқтырады. Глюкоза мен инсулиннің мөлшерін көбейтеді. Кальций мен магнийдің бойыңызға сіңуін бұзады. Көзіңіздің көруін төмендетеді. Қан құрамындағы гемоглобинді көбейтеді. Ойық жаралы колит ауруына шалдықтырады. Мінекей осындай ауруларға шалдықтырмас үшін қанттан түбегейлі бас тартуға кеңес беремін. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Менің арнама тіркеліп, подписация кнопкасын басып, лайк батырмасын басып кетулеріңізді сұраймын.